Сапар Ерғалиев атындағы жалпы білім беретін мектебінің география пәні мұғалімі Айдана Қайратқызы Апанбетова. Үздік педагог 2025 байқауына әзірлеген ашық сабағыма қош келдіңіздер. Сонымен біз бүгін сабағымызды шаттық шеңберінен бастаймыз. 1 мамыр бірлік пен ынтымақ күні жақындап келе жатыр. Қазір мен сіздерге әр түрлі елдердің өз тілінде амандасу мәдениетін ұсынып отырмын. Ендеше қанеке түрлі елдердің тілдерінде амандасып көрейік. Мен мысалы қазақ тілінде бастайын, сәлеметсіңдер ме? Грекше яссыз. Голландша хой. Латынша чао. Немісше хау. Австрияша грюскор. Испанша ола. Французша салют. Боснийша хей. Полякша битай. Чехша ахой. Жақсы оқушылар, бәріңізге рахмет. Оқушылар, бүгін сабақта біз сіздермен топпен, жұппен жұмыс жасаймыз. Сондықтан сіздерді топқа бөлу әдісін мен Ганзи электрондық платформасы арқылы неке жасап алып келдім. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде сіздердің партада орналастыру жобаларымыз ұсынылған. Бірінші қатарда бізде Қаршыға, Бану, Үкілімай, Есмағамбет, Олжан жұмыс жасайтын боласыздар. Екінші топта бізде Нұрасыл, Айзада, Нұрмұхамбет, Темірлан және Ерғанат. Осы оқушылар екінші топта жұмыс жасайды. Енді топқа барып орналасайық. Оқушылар, бүгін біз сіздермен сабақта өзіміз жаңағы бағалайтын боламыз. Біз білеміз, бізде баға электронды журнал, білім класс журналында қойылады. Сіздер өздеріңіздің бағаларыңызды күнде осы порталдағы күнделіктеріңізден көресіздер. Бүгін сіздер өздеріңіз бағалайсыздар. Яғни әр тапсырманы орындаған кезде 1, 2, 3 өздеріңізге балл қойып отырасыздар. Сабақтың соңында сол балдарыңыз бойынша бүгінгі сабаққа қалыптастырушы бағалау жүргіземіз. Оқушылар, бұл сіздерде жаңағы сабаққа деген, жаңа сабаққа деген қызығушылықтарыңызды ояту мақсатында біз сіздермен қызық екен деген ойын ойнаймыз. Бұл ойында оқушылар бізге түрлі жаңағы нелер беріледі, тақырыптар беріледі. Сол тақырыптар бойынша біз сұрақтарға жауап беруіміз керек. Яғни ұяшықтағы сұрақтарға жауап беру және бұл жерде экранда ұяшықтар беріледі. Әр топ өздері таңдаған ұяшықтағы сұраққа жауап береді. Дұрыс жауап оқушылар 1 ұпай болып саналады. Мынандай оқушылар сіздерге тақырыптар ұсынылады. Ол заң, ол кім, мына жерде жаңалық, көлік, география, мақата деген не бар, биология, жаңа көңілді нота, спорт және неге деген тақырыптар бар. Биология. Жыланның ерекшелігі дейді. Жыланның жүрегі болмайды. Жылан гүл иіскегенді жақсы көреді. Жылан 3 жыл ұйықтайды. Қай жауап дұрыс? Қалай ойлайсыздар? Жыланның жүрегі болмайды? Иә. Қайсы? 3? 1. Сіздер 1 деп ойлайсыздар. Сіздер тоже 1. Яғни жыланның жүрегі болмайды деп санаймыз. Жылан қоректенде 3 жыл ұйықтай алады. Себебі жыланның қаласында оның ағзасында ұзақ сақталады. Осылайда жаңа тақырыпқа көшеміз. Жаңа сабағымыздың тақырыбын бір айырсыздайық. Ол үшін мен қазір сіздерге осындай дүниежүзінің картасын ұсынамын. Бұл картада сөздер жасалынған. Осы сөздердің ішінен бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтау қажет. Жақсы ма? Сонымен бірінші топ сіздерде де, және екінші топ сіздерде де бірдей тапсырма. Қанеке қара. Иә, Темірлан, айта ғой. Дүниежүзінің саяси картасы. Жақсы, тамаша, жарайсыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оқушылар дұрыс айтасыздар. Ол бізде дүние жүзінің саяси картасы. Бүгінгі сабаққа біз қандай мақсат қоя аламыз? Егер біздің сабағымыздың тақырыбы дүние жүзінің саяси картасы болса, қалай ойлайсыздар? Сабағымыздың мақсаты қандай? Дүниежүзінің саяси картасымен жұмыс істейміз. Расында. Бағу. Дүниежүзінің саяси картасын білу. Расында, тамаша, таңда, Үкілімай. Дүниежүзінің саяси картасын зерттейміз. Және сабағымыздың мақсаты, біз барлық мақсатымызды құрап, былай деп айтыламыз. Білім алушылар, яғни сіздер
бүгінгі сабақта дүниежүзінің саяси картасының мазмұнымен танысып, басты нысандарын сипаттай аласыздар. Неге бүгінгі сабақта оқушылар біз сіздермен осындай мақсат қойып отырмыз. Жақсы, ары қарай жүрейік. Сонымен саяси география дегеніміз не? Яғни, жаңа біз айтып жатырмыз, дүниежүзінің саяси картасы деп жатырмыз, Бұл жерде бізге ең таныс ұғым бұл дүниежүзінің саяси географиясы. Саяси география бұл дүниежүзінің саяси картасы мен ондағы заңдылықтарды, өзгерістерді зерттейтін географияның саласы. Неге осы саланы біз саяси география деп айтады екенбіз. Саяси география оқушылар. Неге мына жерде сіздерге диаграмма көрсетілген? Осы диаграмма арқылы дүние жүзіндегі біз тәуелсіз елдерді көре аламыз. Яғни дүние жүзінде тәуелді мемлекеттер болады, тәуелсіз мемлекеттер болады. Сондықтан неге дүние жүзі бойынша олардың үлесі әр жылда бұл үлес өзгеріп отырады. Бірақ та біз диаграмма бойынша жыл өткен сайын тәуелсіз мемлекеттердің санының есеге келе жатқанын байқаймыз. Артып келе жатқанын байқаймыз. Яғни мына жерде егер де соңғы көрсеткішті алатын болса, Европада 44 тәуелсіз мемлекеттің конституциясы, өзінің жаңағы ұлттық валютасы, өзінің заңы, өзінің президенті бар мемлекет. Екінші топта бізде оқушылар дербес басқару мәртебесіне ие болмаған тәуелді аймақтар жатады. Оқушылар дүние жүзінде тәуелді аймақтардың қазіргі таңда 50 түрі бар екен. Оқушылар, енді осы жаңа тақырыпқа қатысты бірінші тапсырмамызды орындаймыз. Бұл тапсырма оқушылар бізде функционалдық сауаттылыққа арналған. Яғни сіздерге функционалдық сауаттылық қабілеттеріңізді дамыту үшін мен сіздерге жасыл энергетика деген тақырыпта тапсырма беремін. Бірінші топ бұл сіздердің тапсырмаларыңыз, және екінші топ бұл сіздердің тапсырмаларыңыз. Бұл жерде оқушылар біз мәтінді оқып шығамыз, және мәтінге қатысты берілген сұраққа жауап береміз. Сіздерге 5 минут уақыт беріледі, яғни уақытқа бағынамыз. Сонымен уақыт кетті, бастаймыз. Себебі қазба отындарын жаңартылатын энергия табиғатқа үлкен зиян келтіреді. Климаттың өзгеруіне үлес қосатыны растай ма? Біріншіде бізде жаңартылатын энергия көздерін пайдалану, жылу мен электр энергиясын өндіру айтарлықтай арзандатады. Ол бізде жоқ. Және де күн батареяларын, аккумуляторларын өндіру үшін литий мен кобальт сияқты түсті металдар өндіру және өңдеу қажет. Ол бізде шындық. ЖЭК даму әртүрлі елдерге жаңа жұмыс орындарға ашуға мүмкіндік береді. Ол бізге шындық болады. Және де жасыл энергетика кәсіпорындарында іске қосылмай жүріп, оларды жабдықтармен қамтамасыз ету қажет. Яғни металлургия, машина жасау, химия және басқа да өнеркәсіп кәсіпорындарының жұмысы қажет. Ол бізде жоқ деп саналады. Жақсы, рахмет, дұрыс. Оқушылар, енді бізде кішкене шаршаған шығарсыздар, серіктесу сәтін ұйымдастырайық. Мына жерде тақтаға мен сіздерге пазлдар ұсынып отырмын. Бірінші топ сіздердің пазлдарыңыз, екінші топтың пазлы. Қазір тақтаға жақындап, осы пазлдарды дұрыс құрауымыз қажет. Ал жақындарыңыздар. Біз пазл жинағанда бізде Солтүстік Американың картасы пайда болды. Біз пазл жинағанда Евразияның саяси картасы пайда болды. Біздің тақырыбын дұрыс және бұрыс ойыны арқылы аяқтайтын боламыз. Бұл жерде оқушылар, мен қазір сіздерге тұжырымда айтамын, менің айтқан тұжырыммен сіздер келіссеңіздер, бәріміз бір уақытта жасыл карточканы көтереміз. Ал егер де менің айтқан тұжырыммен сіздер келіспесеңіздер, онда қызыл карточканы көтересіздер. Бәріміз бір мезгілде көтереміз. Жақсы ғой, келістік қой. Сонымен бірінші тұжырым мынадай. Еуропада 2017 жылғы дерек бойынша 34 тәуелсіз мемлекет бар. Еуропада
2017 жылғы дерек бойынша 34 тәуелсіз мемлекет бар. Саяси география ғылымының негізін салған Фридрих Рацель. Кішкене жоғары көтеріңізші. Яғна тым қашқып көтеріңіз. Жақсы. Келесі. Фридрих Рацель саяси география атты еңбегін 1864 жылы жазып көрді. Ерғанат келіспейміз неге? Дұрыс жауап қалай? Келіспейміз себебі бұл саяси карта еңбегі 1897 жылы жарық көрді. Жақсы. Дүниежүзінің қазіргі саяси картасының нысандары 4-ке бөлінеді. Жақсы. Ал кім айтады? Неге бұл дұрыс? Дұрысы қалай болады? Кім айтады бізге? Балу? Мен келіспеймін, өйткені дүниежүзілік нысандары ол 3-ке бөлінеді. Тамаша. Оқушылар, енді біз бүгінгі сабаққа сіздерден рефлексия сұраймын. Бүгінгі рефлексияны біз сіздерден бағдаршам әдісі арқылы жасаймыз. Бағдаршамның жасыл түсі өте жақсы түсіндім, сары түсі жақсы түсіндім, және қызыл түсі түсінбедім дегенді білдіреді. Олай болса, қанеке жақында рефлексия жасаймыз. Енді оқушылар, соңғы бір кезең, ол бізде кері байланыс кезеңі. Кері байланыс кезеңіне мен сіздерге еркін микрофон әдісін алып келдім. Қазір микрофонды қолыңызға алып, бүгінгі сабақ бойынша қандай кезең ұнады, әсіресе қандай тапсырма сіздерге қызық болды деген сияқты өздеріңіздің кері байланыстарыңызды берсеңіздер. Ал Бануға сенен бастайық. Барлық тапсырмаларды алсақ, маған ең ұнағаны ол тақтамен жұмыс істеу. Маған бүгінгі сабақта ұнағаны ол дұрыс жауаптарды таңдау. Бүгінгі сабақта базамен істеген тапсырма өте ұнады. Өте ұнады. Жақсы, келесі. Темірлан, айтамыз. Бүгінгі сабақтарға сұрақтарға жауап беру ұнады. Маған бұл сабақта қызық екен ойнағаны. Маған бұл сабақта дұрыс ойын ойнады. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін.